Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын шоколадты рожок балмұздағын әзірлейміз. Сіздер де жасап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай. Бізге қажетті ингредиенттер: 500 грамм сливки, майлылығы 33%, 200 грамм сгущенка, 80 грамм шоколад, 20 грамм үгітілген шоколад. Және де бізге осындай торттың креміне арналған қалташа қажет болады. Мен қалташалардың 4 данасын пайдаландым. Әрқайсысының ішіне шоколадтарды теңдей бөліп саламыз. Шоколадтарды ертіп қою үшін ыстық суға батырып қоямыз. Ыдысқа сливкиді құйып миксерлейміз. Бастапқыда баяу жылдамдықта 4-5 минут, әрі қарай жылдамдықты қосып, тағы 4-5 минут миксерлейтін боламыз. Сливки қойылына бастағанда сгущенканы құйып миксерлеп жібереміз. Үстіне шоколад ұнтақтарын салып араластырамыз. Ыстық судағы шоколадты қапшықтарды алып, шоколадтарын қалташаның ортасына дейін біркелкі етіп жайып аламыз. Қалташаны шұңғыл ыдысқа немесе банкаға орналастырып, ішіне массамызды құятын боламыз. Осындай шоколадты рожоктар шықты, енді оларды 5-6 сағатқа қатыруға мұздатқышқа қоямыз. Мұздатқыштан алып, қапшықтарын шешіп, дәмін тата берсеңіздер болады. Ас болсын. Сіздер де осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.